Қайырлы күн, достар. Сәлем, достар. Біз үйде влог түсіреміз бір күн бойы. Қадиша мен Айзере қазір медицинский заттар іздеп жатыр. Достар, міне. Біз неге кішкентай дәрігер бар. Нан жеп жүретін. Дәрігер бар, дәрігерлердің заттарын табайын деп жатыр. Негізі үйде көп болған еді. Бірақ білмеймін енді. Қаяқта жатыр екен, Айзере іздеп тауып жатыр енді. Керегі бар ойыншықтар, керегі жоқ ойыншықтар әйтеуір. Көп ойыншықтар бар. Қазір Айзере іздестіріп жатыр. Кішкентай мини доктор бір мына жақта. Ей, доктор, сіз не жеп жүрсіз? Нан жеп жүрсіз ба? Бұл дәрігер нан жеп жүр. Таптың ба? Әне. Потом сорттап салып, дұрыстап керек еместерін мусорға тастай салыңдар. Мусор десем, жалт қарап тұрған. Ойыншықтарын мусорға тастатпайды бұлар. Мусордан көріп қалса, алып алады мусордан. Ай, доктор! Доктор! Кішкентай доктор! Өй, мына доктор бізге не көрсетіп жатыр? Сен кімді емдейсің? Қадиша, сен кімді емдейсің? Өй, лақтырма, шашпа. Сен кімді емдейсің? Кімді емдейсің? Куколаны емдейін деп жатыр екен. Бүгінгі вайп осы. Біз ұйқыдан тұрып, шайларымызды ішіп болып, үйде отырмыз. Дала деген страшно болып тұр. Бүгін пикникке шығамыз деген едік, бірақ погода онша болмай тұр. Дала жел болып, бір түрлі болып тұр дала. Погода жақсы емес болып тұр далада. О, Қадиша, дәрігерлік заттарыңыз жоқ қой, енді қалай емдейсіз? Таппай жатыр Айзере. Қайда сендердің жалпы ойыншықтарың вообще бар ма, жоқ па? Бірақ ойыншығы бар еще. Қалғандары қайда заттарыңның бәрі? Ой, бай, мені кесіп тастайын деп жатыр ғой мына қыз. Мындай пакеттік ойыншықтардан. Иә. Мынадай пакеттегі ойыншықтардан осындай корзинадағы ойыншық 2-3 түрі барын жаттатыр аяқта қойып тастағанбыз. Енді олардың бәрін ақтарып табуды айтсыңдаршы. Көп болатын Айзеренің кішкентай кезіндегі ойыншықтарынан бастап жиналып келе жатыр. Қазір Айзере 8-ге толды ма, сол 8 жастан бергі ойыншықтары жиналып келе жатыр. Әлі тасталған жоқ бір заттары, бірақ арасында енді игрушкалардың бәрін жинаймыз. Сол кезде керек еместердің бәрін лақтырып тастаймыз. Далада да тура осылай жатыр, даланың ойыншықтары. Оны да жуып тазаласаң айбат ойыншықтар болады, бірақ мамасы мусорға тастап жүреді оларды. Мына бір медицинская қыз. О! Оқты! Қадиша! О-о! Мәш! Бізге өлең айтып берсей? Таппадың ба, Айзере? Мен ана жақтағы ойыншықтардың арасында шығармын, медицинский заттардың бәрі. Не дейсің? Ана мягкая игрушка, она скажет, быстрее её. Ойыншықтарды шығарып берсең? Ау! Тут топазым. Усе около. Иә. Ойыншықтарды шығарып бер дейді мына қара қыз. Ананың төбесіндегі бүкіл ойыншықтарды шығарып бер дейді. Ол төбесіндегі ойыншықтар бар ғой. Кән көрейікші жүр. Қай жақта ол ойыншықтары? Төбесіндегі ойыншықтарды шығарып бер дейді.
Осыларда ойыншықтар бар ғой. Шатырда тағы жатыр. Білмеймін, не бар еді ойыншықтарынан. Мына ойыншықтарды алып беремін. Столға мініп. Қазір. Ойбай. Мынау мягкий екен. Мынау мягкий емес, қаттылар екен. Керегіңді аласың, қайтадан сап қоямыз, е? Иә. Міне, осындай ойыншықтары пакетке салып қойғамыз. Сақтайтын жер қалған жоқ бұлардың ойыншықтарын. Үйдің төбесінде де, ішінде де, шкафтардың төбесінде де, далада да. Қай жерге кірмесең, осындай ойыншықтар жатады әр жерде. Пакетке орап салып қоямыз. Тастап-тастауға тағы қимаймыз. Мына мәстектер ойнайды деп. Мынау қара. Ойбай, қауышып жатыр ғой өзінің ойыншықтарымен бірге. Ойбай, куроми бар екен Айзерін. Оқты! Ойыншықтарын біраз болған ғой, көрмегелі бұлар. Ой, аю. Мен тастап жүргенде ойлап тұрмын. Жоқ, жинап қойған едік қой бәрін. Оқты! Осыларды емде енді бәрін. Ауырып қапты ғой. Осыларды жинап, бір айдан кейін, 2 айдан кейін шығарсың, қайтша бір новый ойыншық алған сияқты қуанады ғой үшін. Ой, бұл, басына не істегенсіңдер? Әдемі ойыншықтан басын тік қой керек. Айзере кішкентай кезінде ойнаған ойыншықтар ғой бәрі. Мен 6 жасқа толғанда алып бергенмін. Айзере. Сол. Басына не болған ананың? О, зебра. Қача зебра. Ауырып қалған ғой, демдейсің ба сен енді? Қанша бұқылығы үш. 6 ойыншық емес. Доктор апай. Доктор киімін киіп алып. О? Мен кішкентай бүкілерге беретін бар. Люси. Айзеренің Люси. Айзере кішкентай кезде осы бір кішкентай туылған кезінде алып келген осы ойыншықты нағашылары. Солдан Люси деп ат қойып бергем. Содан әлі бар. 8-ге толды Айзере уже. Люси деп айтамыз. Байғыз бір қолы жоқ болып қалды. Сонда да әлі тұр. Эй, шапкың не болып кетті сенің? Люси деген атты вообще ұмытып қалыппын, Люси. Люси деп ат қойыпты. Тастап жүргенде. Ойбай, қайша. Бүкіл Айзеренің ойыншықтары қайша егеліп қалды, сосын менікі деп ойлайды. О, тие. Мынаны тәтесі әкеп берген, е? Тәтесі Дубайдан әкеп берген бұл ойыншықты. Әлі Дубай деп. Еще бұл. Өлең айтатын еді, оны мен жуып, стиральныйға салып, жуып, бұл ойыншықты құртқам мен. Стиральныйға салып жуғам ғой, мягкий игрушкалармен. Сөйтсем мынада музыка айтылады екен да. Ойбай, попиттарын көрмеген біраз. Ойыншықтарын шығарып берсем, ойлап қалады осы. Ескі ойыншықтарын. Ойбай, шашын не болып кеткен на ойыншықтарыңның. Скалат жасап тұрған. Қаншы болып па, не бұл? Стич па, стич па? Пикачу. Пикачу. Пикачу үлкені жатыр. Оны үйге кіргізіп қою керек қой үлкендерін. Бәрінің игрушкаларының бәрін бастап жүрсіз. Достар, мама барға тойдан ап берген. Тойдан ай. О, сиыр. Қачаның сиыры. Ой, дядю. Бас. Осы папасы Новый годты алып кеп берген осы прическа жасап үйренсін деп. Бұл ойыншықты сол күні шашын қырқып, нәрі бытшын шығарып тастаған, шашы ұзын болған негізі. Ол шашын қырқып тастаған. Саған да береді ғой сенің ойыншықтарың қойылды. Ойнаңдар енді осы ойыншықтармен. Осылай балдарға ойыншық беріп қою керек та.
сөйтіп өзім үйде рахаттанып қазір жинаймын, полкаларды жинау керек. Қазір оларға ойыншық беріп алдандырмасаң, қазір бұлар маған бастап жатыр уже. Пикникке шығам деген едің ғой мама, ана жаққа апарам деген едің ғой мама деп қазір ана ойыншықтармен алданып кеш батады. Келді ғой мыналар уже. Скалка бән. Енді нан шашылғанда жинап қойсаңдаршы, енді сөйтіп ана ойыншықтарымен ойнаңдар. Дәрігер, емде ойыншықтарыңды. Ойыншық Айзуктың ойыншықтары әйтеуір жинайды Айзере. Доктор апай. Жина, доктор апай. Достар, осылай біздің күніміз өтеді әйтеуір. Емдейсің ба, дәрігер? Не емдеп атсың? Кірісіп кетті. Мына жерге қарбыз әкеп қойып қойды. Жемдеп. Мына жақта екеуі әлі ойыншықпен басы қатып жүр. Айзере не істейді, бұл соны істейді ғой. Енді тұлдап тапты. Аюыңды жина. Алып берейін ба, наны? Машинанды алма. Мына аюлардың бәрін жатқызып емде енді, доктор. Енді. Ау. Ау. Ой, Стич па? Стич. Болды, енді мен спокойно отырып полкамды жинап тастайын. Балдарға алданатын нәрсе тауып бердім, достар. Біздің влог, үйдегі влог қызық болса, үйде түсірілген влогтар қызық болса, лайк басып тіркеліңдер, достар. Комментарий жазыңдар.